2022 жылғы қаңтар оқиғасына байланысты менде Шымкент қаласында 6 күдіктіні қорғадым. Оның үшеуі менен бас тартты, қамауға отырасың шықпайсың деп, үшеуі бас тартқан жоқ. Адвокат есебінде, адам есебінде айтатыным, осы қаңтар бойынша қамалғандардың көпшілігі Шымкентте мысалы. Көбінесе белсенділерді қамап қойды. Бұрын осы Назарбаев кетсін, жаңа Қазақстан орнасын деп жүрген азаматтарды қасақана қамап қойды. Ал жай азаматтардың ұрлық істегендерді, өртегендерді олар қамалған жоқ. Мысалы бізде метро деген не бар, алаңқасында, оны тонағандарды бәрін бостандыққа шығарып жіберді, қамаған жоқ. 96 адамдай қамауда отырды қаңтар бойынша. Қаңтар бойынша 96 адам қылмыс бойынша. Одан басқа қаңтар оқиғасы кезінде Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық полиция басқармасында уақытша ұстау абақтысы толды. Одан кейін маскүнемдерді қамайтындар толды. Одан басқа құжат жоқ адамдарды қамап қояды ғой, оның бәрі толды. Адам толтырмағаннан кейін Сарыағаш ауданына апарып жатқызды, и Сайрам ауданына жатқызды. Көптеген адамдар 5 тәулік, 10 тәулік, 15 тәулікке дейін әкімшілік құқық бұзушылықпен қамап қойды. Жалпы қаңтар оқиғасы бойынша, жалпы өмірде де қазіргі таңда бұрын өзімізде тергеуде жұмыс істеген, тергеу процессуалды өзігі дербес процессуальный самостоятельное лицо дейді, бірақ тергеушілерде ешқандай бостандық жоқ. Қазір прокурорлар рұқсат берсе жұмыс істейді, рұқсат бермесе жұмыс істемейді. Мынау дәлелі жоқ қой, мынау соттан барып ақтап аласың дейді, сот апелляциядан ақтап аласың дейді, апелляцияда жоғары сотынан ақтап аласың дейді. Сонымен ешқандай шыны жоқ, бәрі өздерінің жауапкершілік алғысы келмейді. Сондықтан Грузиядағыдай бүкіл құқық қорғау органы түбегейлі тазаламаса тәртіп болады деп есептемеймін қазір. Тек Шымкент қаласы емес, республика бойынша осы қаңтар оқиғасы бойынша тергеу топтары құрылды. Ол тергеу топтарына прокуратура қызметкерлері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері, антикордың қызметкерлері, полицияның қызметкерлері бәрі жүрді. Барып тергеушілер бірге жұмыс істеді. Арнайы прокуратурада орналасты Шымкентте. Оларға басшылықты арнайы прокуратураның прокурорының басшысы жүргізді. Бірақ прокурордың өзінде прокуратура органдарында жұмыс істеген, прокурордың міндеті заңдылықты қорғау. Бірақ заңдылықты қорғау түбегейлі жүргізген жоқ. Көп адамдар, үш адам менен бас тартты дедім ғой, ол бейбіт түрде барған, ішіне қатыспаған, дәлелдеме жоқ, бірақ мойындатып жауап алдырып, адвокаттардан бас тартқызып, ондай прокурорлық қадағалау өз деңгейінде жүрген жоқ деп есептеймін. Заңда қарама-қайшылықтар көп қой енді. Заң жүзінде бар, бірақ орындалмайды. Ойланып айту керек болады. Енді көп адамдар осы қаңтар оқиғасы бойынша жай адамдарға басқалар қорғады, бірақ белсенділерді көп адам ала алмады. Қасқырдан қорықсаң орманға барма дейді ғой. Енді біз белсендіде қорғаймыз, әкімді қорғаймыз, прокурорды қорғаймыз, педофилдерді қорғаймыз. Кім бізге жүгінеді? Жүгінген адамды клиентпен келісімшарт жасап қорғауға міндеттіміз. И олар бас тартпаса, біз бас тартуға құқығымыз жоқ. Сондықтан бұның бәрі өмірдің сынағы деп есептеймін. Қаңтар бойынша қолымнан келген толық істедім деп ойланбаймын, бірақ тырыстым. Қаңтар оқиғасы болған кезде жағдай өте күрделі болды. 5-інің 4-іне бейбіт түрде болды, 5-6-ына қару қолданды. Сол кезде маған азаматтар өтініп, біз сол қорғауға полиция бөліміне барып кіре алмадық. Комендантский сағат болды, кіргізбеді, атамыз деді, соғамыз деді, қайтып кеттік, таңертең кіргізбеді. Бірақ сол уақыттарда мемлекет тарапынан қатысатын адвокаттарға кіріп шығып жүрді, ал ақылы адвокаттарды кіргізген жоқ. Сондықтан құқықтары тапталды, олар не қол қойып берді. Мысалы, Қызылордадан адвокатты қорғадым ғой, менің көзімше адвокаттардың кіріп жатқан адвокаттардың көзінше мені ұрды, әріптестердің көзінше ешқайсы дауыс айтпады, сөйлемеді деп отыр. Осындай оқиғалар, заң бұзушылар көп болды. Шымкентте мен сол кезде адамдарды іздеп таппай жүрдік, ата-аналармен бірге. Адамдар бір-біріне көмектесті, бір машинеге 8 адамнан мініп жүрдік салысып. Моргке бардық, моргке барған кезде Шымкент моргінде 5-нен 6-сына қараған бір түнде 20 адам түскен. Бәрі дене жарақаттарымен бастарына жүректері оқ тиген. Мен білетін сол. Бұдан басқа да адвокат сұранып дедім, 174 адам түрлі ауруханаларға түскен, дене жарақаттарымен, оның ішінде атыс қаруынан да жарақат алған, бірақ көпшілігін қабылдамаған, сондай жағдайлар болды. Қаңтар бойынша қарама-қайшылықтар өте көп. Мысалы, күлкілі ойланып көрсе, Самат Әбішке бүкіл Қазақстан бойынша қанша ресми түрде 238 адам қайтыс болып жатыр. Қанша адам жарақат алып жатыр, қанша адам оған 8 жыл шарт түрде береді. Әділетсіздік.
ондай емес, ешкім сотталуға жоқ. Мысалы тауық ұрлаған, бесік ұрлаған соттайды 8 жылға. Бүгін қанша адам қайтыс болып отыр, қанша адамға зиян келіп отыр, 8 жыл шартты береді. Әділетсіздік бар өмірде.